Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұрахан қызы. Өткенде видеода айтып өттік, Канада сыртында тұрып қысқа уақыттық үйрену арқылы Канаданың қызмет визасын алуға болады дедік. Сіз бұл видеоның бірінші бөлімін әлі көрмеген болсаңыз, бұл жерді басып, бірінші тексеріп көріңіз. Бүгінгі видео соның екінші бөлімі. Сонда біз қандай мектептер талдауымыз керек? Әрқандай мектептер талдауға бола әрине болмайды. Бұл жердегі мектептер деп отырғанымыз Канада мемлекеттің өзінің белгілеген бір мектептер екен. Осы мектептерді талдау арқылы мектеп бітірген соң ары қарай қызмет виза алуға болады. Бұл жердегі мектеп бітіру біз Канада ішіне келіп мектеп бітірсеңіз болады, болмаса Канада сыртында тұрып әзіргі жағдайда торап арқылы мектепті бітірсеңіз де болады. Екіншіден, оқу арқылы қызмет виза алудың бір шарты, сіздің оқыған бұл програмның уақыты кем дегенде 8 ай болу керек. Былай айтқанда 8 айдан 2 жыл болмаса 2 жылдан көп уақыт програмдарды бітіру арқылы қызмет визаны алуға болады. Сонда қалайдан осы мектептерді талдауымызға болады? Біріншіден, choose a province and a territory. Сіз келгіңіз келетін province, қайсы өлкеге келгіңіз келеді, соны білуіміз керек. Екіншіден, the program, өзіңіздің талдаған программыңызды білуіміз керек. Үшіншіден, designated learning institution, DLI number. Үшіншіден, DLI нөміріне қарай отыра, бұл мектеп бітірген соң қызмет виза алуына бола ма, болмай ма дегенді көруімізге болады. Сонымен бұл жерде бірге отырып көрейік. Мен Ontario өлкесі деп талдадым. Программ талдау өзіңіздің кәсібіңіз болу керек. Бұл жердегі кәсіпті мен бизнес деп талдайын. Бизнес кәсіп. Ontario өлкесінде 500 мектептер, university колледждер бар. Осы 500 мектептің ішінде 88 мектептің бизнеске қатысты программ бар екен. Ал әр қандай мектептің, мысалы бұл жерде ABC Access Business College деп North York. Ал бұл мектепті сіз талдап келетін болсаңыз, ол eligible program келмейді. Бұл айтқанда, сіз бұл мектепті талдап бітірген соң қызмет виза алуыңызға болмайды. McMaster University, осы мектепке келіп, сіз бизнеске қатысты программды оқитын болсаңыз, мектеп бітірген соң қызмет виза алуыңызға болады. Өйткені бұл жердегі мектеп DLI нөміріне қарай отыра, қызмет виза ары қарай тапсыруына болады деп жазған. Ал мына жерде Lamberton College Mississauga деген ол мектептен келіп сіз бизнес программда оқитын болсаңыз да, мектеп бітіріп болған соң қызмет визаға ары қарай тапсыруыңызға болады. Оған yes деп жазған. Ал бұл жердегі мына мектептерді мен сіздің программыңызды, қайсы программа келесіз, соңыңызды білген кезде дәл сізге қатысты мектебіңізді тауып бере аламын. Бұл жерде мен сізге өте көп мектептер бар, бір-бірден қарап отырмадым. Бұл документті видеоның астындағы description жеріне мен сіздерге қалдырып кетейін. Сондықтан сіз әрбір мектептерді бір-бірден қарап шықсаңыз болады, сізге керек болдыңыз. Тәбір айта кетер, бұл жердегі программ жөн бизнес программ деп жазып кеттім. Сонымен біріншіден үлкен жақта мемлекет белгілеген кейбір мектептерді бітірген кезде қызмет виза алуыңызға болады, кейбір мектептерді бітірген кезде қызмет виза алуына болмайды деген. Біріншіден, сондықтан мемлекеттің белгілеген мектептеріңізді талдауыңыз керек. Екіншіден, қандай кәсіпті, мысалы кәсіптің программның уақыты, кейбіреу 2 жылдық программ, кейбіреу 8 айдық, болмаса 12 айдық программдар бар. Бұны қалай талдау керек дегенде, бұны мектептің өзінің тұрап бетінен бәріп талдауыңыз керек. Ал бұл енді негізінен мектептің ішінен программды қалайдан талдау дейтін бір басқа бір тақырып болады. Бұл жерде мен жөн қысқаша айтып кетейін. Сіз өзіңіз талдаған жаңа мектепті талдап болған соң, өзіңіздің программдарды әрбір мектептің өзінің тұрап беттерінің ішінде academic program деп, academic қандай программдар бар деген осындай тұрап беттері болады. Бұл жерде, мысалы, сіздің өзіңіздің статус, сіз қандай програмға келесіз? Қысқа уақыт программ ба, жоқ сертификаткен аласыз ба, жоқ әлде ұзақ уақыттық PhD, Master's degree, сондай үлкен degree, 2 жылдық, 4 жылдық оқуға келетін degree програмға келесіз ба? Оның бәріне қарай отыра, өзіңіздің кәсібіңізді талдауыңызға болады,
әрине бұл жерде әрқандай кәсіпті түйдекке үйренуіңізге болмайды. Сіз бұрынғы өзіңіздің істеп жатқан кәсібіңізге байланысты. Өйткені әрқандай бұл мектептерге тапсырған кезде сіздің өзіңіздің requirement, мысалы тілден қаншалықты нөміріңіз болды, бұрынғы үйренген оқу тарихыңыз қандай, қызмет тарихыңыз қандай, солардың бәріне қарай отыра сіз өтесіз, болмаса өтпедіңіз дейтін осындай бекімдер болады. Енді тағы бір айта кетер, мектепті бітіру арқылы қызмет виза алуға болады деп айттық. Бұл мектеп бітіруі ең қысқасы 8 ай болу керек. Мысалы, сіз өте бір айлық, 2 айлық программаға келіп, одан соң ары қарай мен қызмет визаға тапсыруыма бола ма дегеніңізге келмейді. Өйткені айтып отыр, 8 ай, ең кем дегендегі уақыт 8 айға шейін болу керек. Одан сырт full time программ болу керек. Full time 8 сағаттық үйрену болу керек. Енді үшіншісі, сіз бұл мектепті нақ уақытында бітіруіңіз керек. Қолыңызға сертификат алуыңыз керек, болмаса degree болатын болса, дипломдарыңыз қолыңызға тигізген соң, ары қарай жарты жылдың ішінде жаңағы қызмет визаға тапсыруыңызға болады. Айтып тұрмыз, пандемия жағдайда кейбір программдар онлайн торап арқылы өтіп жатыр. Сіз өзіңіздің мемлекетіңізді торап арқылы үйренсеңіз болады. Үйреніп болған соң, ары қарай 6 айдың ішінде қызмет визаға тапсыруыңызға болады. Ал әрбір мектептен қанша ақша кетеді, мысалы бір арзанырақ мектептер, уақыты азырақ мектептерді қалай талдауым керек деген бұл сұраққа мен бір жолда сізге жауап бере алмаймын. Өйткені бұл сіздің өзіңіздің кәсібіңізге байланысты. Сіз не кәсіп үйрендіңіз бұрын? Соған қатысты бұл жерден табуыңызға болады. Енді бір айта кетер, үлкен өлкелерге келетін болсаңыз, әрине оның оқу қаражаты болмаса тұрмыстық қаражаттардың бәрі жоғары болады. Кішкентай бір өлкеге келетін болсаңыз, тұрмыс жақтан, болмаса өзіңіздің қаражат жақтан айтқан кезде біршама оңай істеуіңізге болады. Мысалы, бұл жерде мен бір Нова Скошия дейтін тағы бір өлкесі бар, соны талдап көрейін. Нова Скошияда 40 мектептер, колледждер бар екен. Осы мектептер бар екен, ал соның ішінде Atlantic School of Theology, Halifaxта бұл мектепте келіп үйренетін болсаңыз, мектеп біткен соң ары қарай қызмет визаны алуыңызға болады. Бүгінгі тақырыбымыз қалайдан қызмет визаны алуға қатысты. Жеке ойымда қызмет визаны алу оқу визадан болмаса саяхат визадан айтқан кезде әрине қиынырақ болады. Өйткені оған деген талабы өзіңіздің жекелік жағдайыңызға байланысты. Мысалы, сіз өзіңіздің ағылшын тілге деген жағдай, нәтижеңіз жақсы болса, бұрынғы үйренген кәсіптеріңіз, қызмет тарихыңыз, бәрі жағдай жақсы болатын болса, әрине сіз Канада сыртында тұрып қызмет виза тапсырсаңыз да өтіп кетуіңізге болады. Енді менімен сөйлескен кейбір кісілердің жағдайларынан қарағанда, қызмет виза сыртта тұрып алу біршама қиын, өйткені өзіңіздің шарт жағдайыңызға байланысты. Жаңа мен айтқандай, кейбір кісілер ағылшын тілдерден мысалы 12-дардың нәтижелері біршама төмен. Сондықтан өз ойымда оқу визамен келу, одан ары қарай қызмет визаға алу, одан ары қарай мысалы мемлекеттің ұзақты тұрғыны болып қалу, бұл жол біршама оңай деп ойлаймын. Өйткені сіз оқумен келген соң ары қарай семьяңыз болатын болса, бала-шағаңыз болатын болса, бәрінге алып келу жолдар ары қарай ашылады. Ал оқу визаны қалай алу керек дейтін бір видеоны айтып кеткенбіз. Сіз ол видеоны көрмеген болатын болсаңыз, тексеріп көрсеңіз болады. Тағы бір айта кетер, бұл жаңағы мен көріп отырған торап беті, одан сырт жаңағы көріп отырған документ қып, жаңағы біздің видеоның астына түсіріп қояйын. Сізге керегі болатын болса, содан қарап көріңіз. Менің мақсатым сізге бар мүмкіншіліктерді таныстыру. Ал әрине сіздің өзіңіздің шарт жағдайыңыз, мысалы біздің каналды көріп, әрбір программдарды түсініп, өзіңіздің шарт жағдайыңыз бәр жағы өтіп жатыр, мен бұл программға лайық екенмін дейтін болсаңыз, ары қарай мен сізбен жұмыс істеуіме болады. Сондықтан біріншіден сіз осы каналдағы видеоны бірнеше ретке шейін көруіңіз керек, нақты түсінуіңіз керек, қайсы программаға лайық, Канадаға көшіп кетуге, болмаса қызметке, болмаса үйренуге, саяхатқа деген нәрсені нақтап өзіңіз түсінуіңіз керек. Біріншіден видеодарды нақтап түсініп көріңіз, қайсы сізге лайық екенін көріңіз. Бұл программаға өтеді дейтін болсаңыз, маған хабарлассаңыз болады. Хабарласу
контакт нөмірлердің бәрін видеоның астына жазып кеткенмін. Сондықтан сол арқылы біз ары қарай жұмыс жасауымызға болады. Сонымен бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Сұрақтарыңыз бар болатын болса комментарийға жазыңыз, өзіңіздің көзқарасыңызды жазыңыз, каналымызды қолдаңыздар, видеоларымызды елдерге де тарқата жүріңіз. Сізге ұнаған болатын болса лайк басыңыз. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз. Рахмет.